Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Кудерова Самал Наурызбайқызы. Сіздердің назарларыңызға 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні бойынша жақсы тілектер еліне саяхат атты тақырыбымен таныс боламыз. Сабақтың мақсаты балалар бүгінгі тыңдаған мәтін бойынша пікір білдіре аласыңдар. Фантастикалық әңгімелердің жанрлық ерекшеліктерін айта отырып, оқыған шығармалардағы оқиға жүйесін анықтайсыңдар. Енді балалар сабақты ой қозғау әдісімен бастайық. Бұл қай ертегі деп ойлайсыңдар? Алтын балық ертегісі, Эмилия туралы ертегі. Балалар, енді ұқсастығын тап. Балық туралы тілектер орындайды. Ертегілердің қай түріне жатады? Тұрмыс салт ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер, фантастикалық ертегілер. Фантастикалық ертегілер түріне жатады екен. Балалар, сендермен жауабымыз бірдей болды деп ойлаймын. Орыс жазушысы Валентин Катаевтың «Жеті түсті желбіргүл» ертегісін тыңдаймыз. Жеті түсті желбіргүл ертегісі. Ертеде Женя деген қыз болыпты. Бір күні анасы қызын дүкенге тоқаш алып келуге жібереді. Тоқаштарын сатып алған Женя жан-жағына қарап келе жатты. Көзіне көрген қарғаларды санады. Женяның артынан еріп келе жатқан ит оның сөмкесін тесіп, жол бойы тоқаштарын бір-бірлеп жеп қойған еді. Кенет Женя өзінің сөмкесін жеп жеңіл болып қалғанын сезеді. Итті қуа жөнеледі. Ит жеткізбей, бірақ Женя өз жолынан адасып кетеді. Бір кезде қайдан шыққан белгісіз, дәл алдында бір кемпір пайда болады. Ол Женяны жұбатып: «Ештеңе етпейді, менің бағымда бір сиқырлы гүл өседі. Оның аты жеті түсті желбіргүл. Оның қолынан бәрі келеді. Жан-жағыңа жалтақтап ойнап кететініңе қарамастан, сен жақсы қызсың. Осы гүлді саған сыйлаймын. Оның 7 күлтесі бар. Әрқайсысы әр түсті. Қызыл, қызғылт, сары, қызғылт сары, жасыл, көк, күлгін. Бұл 7 күлтелі желбіргүл жай гүл емес», деді кемпір. «Ол сенің барлық тілегіңді орындай алады. Оның бір күлтесін жұлып алып, ал қане, көрейік 7 түсті желбіргүл», деді Женя. Ол гүлдің бір сары күлтешесін жұлып алып, асыға лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп, алдыма айтқанымды орында. Осы жерге түс. Мен тоқаштармен лезде үйімде болайын, деді. Айтып үлгергені сол еді, ол тоқаштармен үйінен бір-ақ шықты. Женяның бойы аса ұзын емес еді. Ол орындыққа шығып, жоғары сөредегі анасының әдемі құмырасын алуға ұмтылғанда, саусақтары іліп кетіп, құмыра еденге түсті де быт-шыт болып сынды. Ол сиқырлы гүлдің қызыл күлтешесін асыға жұлып лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп, алдыма айтқанымды орында. Осы жерде түс. Анашымның сүйікті құмырасы бүтінделетін болсын, деді. Сол сәтте құмыра сынықтары жиналып, бұрынғы қалпына келе қалды. Женя аулаға шығып, ұлдардың ойнап жатқанын көреді. Ол сендермен бірге ойнайыншы, деді. Бірақ ұлдар: «Қыздармен солтүстік полюс ойнамаймыз», деп Женяны ойынға қоспады. Женя ұлдардан ары таман тұрып, қалтасынан көк күлтешені жұлып алып лақтырып жібереді де,
гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында. Осы жерге түс. Мені солтүстікке, полюске жеткіз деп бұйырады. Айтқаны сол еді, айнала қап қараңғы, қорқынышты боп кетті. Құйынды желден аяғының астындағы жер дөңгелене жөнелгендей болды. Солтүстік пен жападан жалғыз өзі үсіп жаураған саусақтармен жасыл күлтешені жұлып алып лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында. Осы жерге түс. Өз аулама қайта жеткіз, деді. Сол сәтте ақ ол өз ауласына топ ете түсті. Балалар, сұрақтарға жауап бер. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жауаптарымыз дұрыс деп ойлаймын. Балалар, ертегінің суреттерін ретімен орналастырайық. Барлығымыз балалар қарап шығайық. Мен де ойлаймын, сендердің жауаптарың дәл осындай болды деп. Енді балалар, мәтіндегі дұрыс және бұрыс ақпаратты анықтау. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, енді өзіміздің пікірімізді айтайық. Женяның қай тілегі үшін гүл күлтесін жұмсамас едің? Бірінші, тоқаштар мен лезде үйде болу, сынған құмыраның бүтін болуы, солтүстік полюске жету. Балалар, менің ойымша, солтүстік полюске жету деген гүл күлтешесіне жұмсамас едім. Қорытынды. Женяның орнында болсаң, не тілер едің? Бұл тапсырманы балалар дәптерлеріңе жазып, әр балалар өз тілектерін маған кері байланысқа жібересіздер. Балалар, бүгінгі сабақта ертегінің мазмұнын меңгердің, ертегінің оқиға жүйесін анықтадың, фантастикалық ертегілердің жанрлық ерекшеліктерін анықтадың. Балалар, бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар деп ойлаймын. Жапондық бағалау әдісімен өзімізді бағалаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош сау болыңыздар.